Отбасы ұғымын қалай түсінесіңдер? Отбасы құндылықтарына нелер жатады? Отбасы ерлі-зайыптылар, ата-аналар мен балалар арасындағы қатынастар. Отбасы некеге немесе қандық туысқандыққа негізделген. Отбасы мүшелері бір-біріне өзара көмек көрсетіп, өзара моральдық жауапкершілікпен байланысады. Отбасының ең маңызды функциясы баланы дүниеге әкелу және оның тәрбиесі. Ежелгі грек философы Платон отбасын мемлекеттің негізі деп санаған. Отбасын құру негізі неке болып табылады. Неке бір-бірін сүйетін ер мен әйелдің ерікті одағы. Қазақстан Республикасында мемлекеттік органда ресми түрде тіркелген неке ғана мойындалады. Некеге тұру, туысқандық бала асырап алу, балаларды өз тәрбиесіне алу арқылы пайда болатын қатынастар отбасы қатынастары деп аталады. Отбасы қатынастарында әжелер мен немерелер арасындағы қатынас, кәмелет жасына жеткен, өздері отбасын құрған және бөлек тұратын ағалар мен қарындастар арасындағы туысқандық қатынастар болады. Туысқандық қатынас тікелей және жанама болып келеді. Тікелей тармағы 7 атаға дейін, яғни шежіре бойынша қандық байланысы бар туысқан болып саналады. Отбасы туысқандықтың негізі келін түсіру, ұрпақ жалғастығы. Отбасын құру негізі неке болып табылады. Неке отбасын құру мақсатында заңмен реттелген тәртіп бойынша өз еркімен және толықтай келісім арқылы бекітілген ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік және мүліктік емес қатынастарды туындататын тең құқылы одақ. Заң жағынан алғанда неке құқықтық институт. Ол ерлі-зайыптылардың өзара құқықтары мен міндеттерін, олардың бір-біріне, балаларына, ортақ мүлкіне деген қатынасын реттеп отыратын мінез-құлықтың стандартты үлгісі, нормалар жиынтығы. Қазақстан Республикасы Конституциясының 27 бабында неке мен отбасы ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың етене құқығы әрі міндеті деп көрсетілген. 2011 жылы 26 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасы неке және отбасы туралы кодексі отбасылық некелік қатынастарды реттеп отырады. Отбасылық мүліктік қатынастарды азаматтық құқық реттейді. Өйткені аталған қатынас объектісі материалдық игілік болып табылады. Отбасы құқығы азаматтық құқықпен тығыз байланысты. Отбасының құқықтық принциптеріне ер мен әйелдің некелік одағының еріктілігі, теңдігі, отбасының істеріне өзгенің араласуына жол бермеу, ішкі мәселелерді өзара келісіп шешу, балалардың отбасында тәрбиеленуіне жағдай жасау, еңбекке қабілетсіз және жасы келген кәмелет жасына толмаған мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін басымдықпен қорғау. Неке мен отбасы мемлекет қорғауында. Бұл екі түрде жүзеге асады: юрисдикциялық және бейюрисдикциялық. Бұзылған немесе талас тудырып отырған құқықтарды қорғау жөніндегі өкілетті мемлекеттік органдарды тарту арқылы отбасы құқықтарын қорғау. Бұл сот, прокурор, ішкі істер органдары, ахат органдары. Бейюрисдикциялық түріне азаматтар мен отбасы құқықтары және мүдделерді қорғау ұйымдарының мемлекеттік органдардан көмек сұрамай өздігінен әрекет жасауы. Мысалы, құқықтары бұзылған баланың ата-анасы құқық бұзушымен және оның ата-анасымен әңгіме жүргізіп
кешірім сұрауды ұсынуы. Тапсырма. Отбасылық құқықтық қағидаттарын толтырыңыз. Дескрипторы. Отбасы құндылықтарын ұғына отырып, отбасы қағидаттарын анықтайды. Екінші тапсырма. Берілген тапсырманы түрлеріне қарай ажыратыңыз. Дескрипторы. Берілген тапсырманы юрисдикциялық түріне қарай ажыратады. Берілген тапсырманың бейюрисдикциялық түріне қарай ажырата біледі.